осы ғой ана. Жыламайын десем де жылап, жақсын әдемілеп, макты сеппейді деп. Медина сабақ оқып жатыр. Тазақ қойдым. Домашний блог үйдегі вайпты түсіріп қояйын сіздерге. Қазір бізде салат істеп жатыр мен мына жақта. Милана. Не жеп жатсың сен? Мына жақта қазір кішкене бітіріп қалдым. Бір-екі заты ғана қалды. Ал Медина жұмыртқа ашып жатыр. Салаттың бір жұмыртқасы ашылмай қалып кетті, соны ашып жатыр. И қазір біз осындай дайын тестадан самса жасаймыз. Осындай. Фарш бізде. Қазір пиязын бәрі начинкасын дайындап, Медина самса пісіреді бізде бүгін. Медина жасайтын болады. Иә, повар болады бізде. Медина самса пісіреді. Мен арасында көмектесіп тұрам. Қазір түйіп, бетін бәріне несін жұмыртқасын жағып, иә. Бізде Милана бізге мешает жасамай тыныш отырса болды. Достар, осындай үйдегі вайп қазір. Үйде кішігірім салат, самса пісірейік деп, иә. Сіздер қолдап лайк басып кеттіңіздер. Сіздер де мамаларыңызға осылай көмектесесіздер ма? Қолдарыңызда не келеді, не пісіре аласыздар? Соның бәрін комментке жазып кетіңіздер, достар. Кім қаншалықты қолынан көп нәрсеге, кім пысық мамасына көмектесеткен жөн жазып кетіңіздер. Достар, ана қыз өсіп көмектесті деген осы ғой, ана көмектесті. Ченем, біз Милана жүгері қатты жақсы көреді. Медина салаттың жүгерілерін салып жатыр. Жегізші Миланаға. Ченем. Салатта бітік қалдым, қазір майонезін араластырып, қалды бір жұмыртқамен осын қазір турасам, и майонезін араластырып күшті жегенге күшті жеңіл салат. Иә, астым ба? Қазір оны самсаның бетін жұмыртқа жағамыз, иә? Араластырып шықты, қасықпен барлығын мақма? Достар, мен қазір жыламайын десем де жылап тұрмын. Неге деп ойлайсыздар? Медина мен Милана мені ренжітті, өте қатты ренжітті. Мені айтқанды тыңдамайды. Қазір көрсететін болам, екеуі отыр менің қасымда қазір. Міне отыр, дым білмегендей. Не үшін жылаттыңдар маманы? Достар, қалжыңдай пияз турап атқам ғой, соған жыладым. Мына жақта самсаның несін дайындап атқам, соған жылап кішкене. Көзім деген пияздан қатты ашытына, пияз өте қатты ашы екен да, соған жылап алдым. Свежий пияз ғой, соған наған көзім деген ашып, мыналарға көздерін ашиды, ары отырыңдар деп отым. Жылап алдым. Жыласақ тек қуаныштан жылайық, иә? Иә? Осындай пияз ғана бізді жылатсын, иә? Медина, иә? Достар, біз улап-шулап үшеуміз самса жасап отырық. Мынақта Мединалардың жасаған самсасы міне. Олар анандай қылып түйе алмайды, өріп. Пока осылай болады. Милананы істеткен. Милана 3-1-3-ті қылып істен. Медина шекілді. Мединаға бір рет көрсетіп едім, мынаны істеп жатыр, молодец. Мен мына жақта жайып беріп тұрам, екеуі жасайды. Жаптым. Миланаға бәрібір болып тұр. Жабысса болды болып тұр ғой. Екеуі самса істеп жатыр біздің қыздар. Қазір дайын болған кезде көрсетеміз, иә, самсаларын. Еке біздің самсамыз дайын болды. Күшті болып тұр. Сарысын жарсай, қазір бетін бәріне сарысын жағып шығамыз. Үйде осындай алдын алып қойған не бар екен? Үйде осындай мак бар екен, сосын күнжут бар екен. Күнжутпен дұрыс па, жоқ макпен дұрыс па самса? Қайсысы? Медина, мак себеміз ба, күнжут себеміз ба? Медина мынандай күнжут себеміз. Давайте онда жартысына мак, жартысына күнжут қояйық та. Міне сап-сары. Иә, араластыр сап-сары қылып істеймін. Қазір бетін бәріне жағып шығамыз. Мына жақта мен нені қосып қойдым, печканы қосып қойдым, уже қызып қалды. Давайте бұнда жасап салайық. Қазір жағамыз. Ена бізде біріншісін жақсын әдемілеп, тез жылдам жағамыз, иә? Қазір Милана сен де жағасын. Біріншісін әдемілеп жақса, жан-жақтарын бәрі, ұштарын бәрі тез. Иә. Миланаға бершін жасап көрсін. Милана қызық көріп тұр ғой. Бұндарына печка қызық қалды, уже саламыз. Бере сал болды. Су емес қой, ол жұмыртқа ғой. Давайте істейін, Милана. Жағып шық беттерін әдемілеп жақ. Краска ұқсатып жағып отыр әйтеуір. Бол енді жақ, самсаға жақ болды. Жақ, әдемілеп жақ. Әдемілеп жақ. Жағып отқан. Әдемілеп бұлайды. Күнжутте макты сеппейді деп.
Мединаны сүйіп шығып болып қалды. Милананы сепкен қарсаңыздаршы. Бүкіл қолындағысын төге салды ғой. Соны сен өзің жейсің, Милана? Қолың қараса қолың барлығын жасқа. Ей, жаным, әбіржіп. Давайте бәрін бейте сеу-сеу жүресе, болды саламыз. Печка қатты қызып тұр. Сыстық болды. Давайте әкендер саламыз еді, болды. Әке. Бисмилля деп. Мединаның істеген самсушкасы. Ортасына салайық, астыда үстіде бірге піссін. Енді мына жақтағы цехтардың бәрін жуып жинау керек. Ұстар мына жақта Медина сабақ оқып жатыр. Алфавиттерді. Біз Медина кішкене жаттау қиын болып жатыр. Алфавиттерді ұмытып шатасып қалып жатыр әлі. Бақа. Ой, әні Б бақа де. Мен күтім. Че де. Телефон Мынау не, Милана? Мынау не? Әгі, бай, жаны. Суреттеріне қарап. Мынау не? Мынау не, Милана? Көбелек. Ей, жаным, әні көбелек. Біздің самсамыз да дайын болып қалды. Екеу сабақ оқиым дегенше. Самсамыз да пісіп қапты, қараңыздар, сочный болып, күшті болып. Болды. Мынаны енді өшіріп, кішкене суытып. Енді мынау өзі салқындайды, печка үсіп дауыс шығарады. Салқындағанда үсіп дауыс шығарады. Қазір самса жейміз, салат жейміз, я, шай ішеміз, я? Ол не? Дөп. Ей, жанды доп, я? Самса пісем дегенше, мына жақтың ыдыстың бәрін жуып, тап-таза қойдым, қараңыздар. Бүкіл ыдыстың барлығын жуып. Енді чай қойып, күштілеп, чай ішеміз, я? Азмандық белгісі. Түплеймі? Жаным. Нәде? Достар, қараңыздар, мегаға кеп қалдық біз. Фонтан жақта погода бұлттанып, күшті. Милана жақта. Милана, көрдің ба Меганы? Милана артта отыр. Медина, сен ше? Көрдің ба? Фонтан болып отыр. Күшті бұл. Ана жақта алдыда. Милана терезесі. Милана өйтпе. Басын шығарма терезеден. Ана алдында болып отыр. Ана жақта фонтан болып отыр. Медина мороженое алды. Медина шоколадный мороженое. Милананка баблгам деген. Куромидің суреті бар. Шаригі бар мороженое. Хит мороженое аламын жоқ екен. Я, күшті ма? Дәмі күшті ме екен? Медина сенкі де күшті ма? Баспосын алып жүрдір. Достар, біз ауылға кеп қалдық. Апаның үйіне. Меди көшпей, мен ашымын апасының үйіне. Ауылға келдік бізде бұл. Апам осындай күшті бізге ет асып көпті. Біз соған кішкене тұздық жасап. Деміне кешкі асқа бізде бүгін 5 бармақ. Күшті болып шығып тұрген майы, несін бәрі. Қазір әдіне тұздық жасап қоямын. Ояқта Медина далада. Достар, үйге келдік, ауылдан қараңыздар. 3 баклажка сүт. Үйде ет беріп жүрген апамыз. Жаңа магазиннен үйге азырақ продукты анау-мынау алдық, короче. Мединалардың жейтін заттары, салатқа, пельмешки. И апам осындай бір мынандай ысқас толтырып ауылдағы клубниканы беріп жүрген ғой. Оларыңыздар нанның жарсын бетін бәрін қазір Мединалар жеді.